біз қазіргінің келіндері сиыр сауып жатқан жоқпыз, қолмен кір жуып жатқан жоқпыз, стиральный бар, жаңағы робот пылесос бар деген сияқты. Неге біз үйде отыру керекпіз? Оны да бекерден бекер Алла жаратпаған да шығар. Мүмкін әйелдерге де бір сондай бір жасау керек болып тұрған дүниелер беріп тұрған шығар. Сондай бүкіл жағдай жасалып тұрған кезде сен үйде отырасың да, бұл жерде бір ақша табу мақсатында емес. Әйел адам ақша табу, отбасын асырау мақсатында емес, яғни просто Алладан келген бір сезімдерді жүзеге асыру мақсатында жасау керек.